Сәлем достар, сіздер өту мүмкін емес ойынды кездестірдіңіздер ме? Соңына дейін жету үшін қанша рет әрекет етсеңіз де, қанша рет өлтірілсеңіз де, одан нәтиже шықпаған кездер болды ма? Қазіргі кезде интернетке кіріп, біреудің нұсқаулығын оқып, қиын жерден оңай ғана өтуге немесе ойыннан соңын бірден көруге болады. Бірақ бұрын бұндай нәрсені армандаса да болмаған. Ойыннан соңын көру үшін аяғына дейін ойнауға тура келген. Өкінішке орай, барлығы соңына дейін жете бермеген. Сондықтан көптеген адамдарға құпия болып қала берді. Бірақ бүгін ол ойындардың құпиясын ашамыз. Ендеше бәріне таныс ойындардың соңы немен бітті екен? Флаппи Бёрд вьетнамдықтар тарапынан шығарылған бұл қарапайым ойын шамалы уақыт ішінде әлемге танымал ойынға айналды. Ойынды жасаған автордың сөзінде ойынды жасауға бірнеше күн ғана уақыт кеткен екен. Алғашында ойын Флап деп аталған. Өкінішке орай App Store'да бұндай атау болғандықтан ойынды Флаппи Бёрд деп атаған. Осылайша 2013 жылдың 24 мамырында ойын жарық көрді. Қазан айына дейін ешкім білмейтін ойын бірден барлық жерлерде талқыланатын ойынға айналды. Барлығы ойынды жеңу мүмкін емес, қалай жеңуге болады деген сұрақ болды. Кей адамдар 5 ұпай жинау үшін жарты сағат уақыт кеткендерін айтты. Бұл ойынның соңына жету үшін өте көп сабыр, төзімділік керек. Көптеген адамдардың тырысуының арқасында бір ойыншымыз ақыры жеткенге ұқсайды. Ойынның соңында өзі секілді ашуландырады екен. Себебі 999 ұпай жинағаннан кейін алдыңыздан Марио шығып, одан ары қарай өте алмайды екенсіз. Пакман бұл қарапайым ойында 1980 жылы Жапонияның Намко компаниясы жасады. Ойынның мақсаты геройдың артынан қуалап келе жатқан елестерден қашып жүріп, барлық ұпайларды жинау керек. Әрбір елестің өз ерекшелігі бар. Бастапқыда ақырын қозғалса, 21-ші раундтан кейін жылдам қозғалады. Сондықтан ойынды жеңу қиындай түседі. Негізінде ойынды шығарушылар ойынның соңына дейін ешкім жетпейтініне сенімді болған. Себебі ойынның қиындығынан жеңілуі тиіс. Бірақ ойынның танымалдылығынан соңына жетуге тырысатын адамдардың болатынын білмеген шығар. Сағаттап ойнап 255 раундтан өтсеңіз, 256 раундта экранның жартысында белгісіз сандар мен әріптер тұрады. Егер отанда жол тауып өтетін болсаңыз, ойын сізді бірінші раундқа қайта келеді. Сіздің ұпайларыңыз және елестердің жылдамдығы сол күйінде қалады. Ал егер оның да соңына жетсеңіз, сізді жай ғана ойыннан шығарып жібереді. Тетрис. Бұл ойынға қарап тұрып, сонда бір керемет нәрсе көремін деп ойламайсың. Бірақ та бұл ойыннан екі түрлі соны бар. Біріншісінде түрлі ойын кейіпкерлерімен тұрған үйді көресің. Және де сол үйдің жоғарғы бөліктері бірінен кейін бірі ұшып кетіп жатады. Ал екіншісінде үй толығымен ұшып кетеді. Содан кейін экранда рекорд таблицасы шығады және де өз есімдеріңізді қалдыруды сұрайды. T-Rex киім басқа ойындарға қарағанда бұнымен барлығымыз кездескенбіз және де ойнағанбыз. Интернеттен бірдеңені жазып немесе көріп жатқанда свет өшіп қалса, хромда бірден осы динозавр шығады. Бұл ойында сіз алдағы кедергілерден өтіп көп ұпайларды жинауыңыз қажет. Алғашқы рет бұл ойын 2014 жылы шыққан. Android телефонында қиындық туғызғандықтан ойында қайтадан жаңартты. Қазіргі кезде хромда бұлсыз елестету мүмкін емес. Статистика бойынша 2018 жылдың бір айының өзінде адамдар осы ойында 270 миллион рет ойнаған. Осыдан кейін үлкен корпорацияларда, мекемелерде ойынды қаласа өшіріп тастау мүмкіндігі берілді. Себебі жас оқушылар, жұмыс істеу керек адамдар осы ойынды сағаттап отырған. Басқа ойындар секілді бұл ойынның да соны бар деп отырған шығарсыздар. Chrome компаниясының инженерінің сөзінше, ойынның соңына жету үшін сізге 17 миллион жыл керек екен. Достар, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Мен қарапайым қазақ, сау болыңдар.